Қазақ жеріміз байлығымыз, еңсемізді көтерген айбынымыз. Талай ғасыр қорғаған жауға бермей, даналарым бабаларымен. Адыр-адыр таулардың қатпарлары, жұмбағы бар жасырған шатқалдары. Дүбірлеткен жорықта ат тұяғын, қазағымның батырлары. Еңку жерлерде атадан қалған іздер бар, асу белдерде тасқа жазған сөздер бар. Қиқу көлдерде айтылмаған сырлар бар, елім деген ерлерде терең жырлар бар. Күмбір күйменен қаңғадашымды айтқан жер, жатқа басын имеген жауды жеңіп қайтқан жер. Доңғыл төбелер әулиелерім жатқан жер, шошаңдаған найзасын дұшпан тастап қашқан жер. Қайсар туған елімнің ұлыздары, әр тарабын жайлаған әрбір жерін қазағымның рулары. Үйір кең дархан далаларым, ойран болған орны бар қалаларым. Тарихымның куәсі балбал тастар, едірейген обаларым. Еңку жерлерде атадан қалған іздер бар, асу белдерде тасқа жазған сөздер бар. Қиқу көлдерде айтылмаған сырлар бар, елім деген ерлерде терең жырлар бар. Күмбір күйменен қаңғадашымды айтқан жер, жатқа басын имеген жауды жеңіп қайтқан жер. Оңғыл төбелер әулиелерім жатқан жер, шошаңдаған найзасын дұшпан тастап қашқан жер. Ауылдарымыздың аталары, ақсақалдары, қуат атамызды, жайлау атамызды, байділі аталарымыздың да бір ауыз әдемі батасын, жақсы бір дұғасын тілейін. Сол кісілердің бір ауыз батасын сұрағым келіп отыр. Сонымен қуат ата. Олжым айтып Әшік сай болады ма? Мұқтарға? Оны жер отырмыз, мына. Келген қонақтар, келген адамдарымыз құтты болсын. Бүгінгі ниет қылып, жалпы бұл отырыстың бір алып баратқан іштен кеш жоқ. Басымыз қосып, мына Мұқтар деген ініміз осы ауылдың жігіттерменен бірінші мақсатымыз бәріміздің басымыз қосу. Екінші, мына жас балдар барлық елді мекенде мына еліміздің дарбазасы жаңа кіріп атқан қош келдіңіздер деген жаңағы белгі таңбаларымызды қойып, мінекей сіздерге бір-бірімізбен бас қосып, Құда қаласа біздің елімізді, ауылымызды біз қайдан келдіміз, қайдан шыққанбыз, сол жағын бәрін кішкене сіздерге айтып өткіміз келіп тұр. Сол үшін баяғы оңтүстік Қазақстан Қаратас ауданы, қазіргі Қазығұрт ауданы, Сесібет, Ұя, сол жақтан біз жалпы 54-55 жыл осы жаққа қоныс аударғанбыз. Сіздерге түсініктігі үшін бияқтың бәрі біледі. Мақсат осы елдің жаңағы көркеюіне, осы елді жаңағы егінменен, мақта шаруашылығынан жаңағы көтеріп, елдің ауқалын көтеру үшін осы жаққа бізді Қазығұрт ауданынан осы жаққа көшіріп әкелген. Бұл жерде жалғыз тарихын емес,
шегірлер бар, бұл жерде айтболсындар бар, елбайлар бар, Қаракөңірдек деген жағы сіргелілердің осы жақ Келес ауданына сол жақтан көшіріп келген. 54 жылғы жағы Хрущевтың освоение Селина дейді ғой, соның мақсатымен осы жаққа кеткен. Енді жалпы 54 жылы Микрофон жақыныстан. Сыртқа шықпай қалып отыр екен, иә. 54 жылы осы жаздың ортасынан бастап сол жақтан қоныс аударғандар кісілер бар, 1-2 жарым. Ал қалған түгел 55 жылы полностью сояқтан осыға көшіп келгенбіз. Сол кезде біз 5 жасар бала болатынбыз. Бұл жерде 3 ата. Жаулай, Санай, Жанай. Ол 3 атаның балдарымыз. Талдықорған ауданында, Сарыағаш ауданында, Келес ауданында. Бірекейін бұл елден жағы 57 жылдары біраз адамдар осы өзіміздің сәрішінден қайтардан баяғы туылған ұяға біраз кісілер өздері қайтардан көшкен. Мына Шернаевтегі ағайындар, мына Шернаевке көшті, жібек жолы дейді қазіргі. Таможняның ортасында қалған осы 3 атаның балдарын біраз өшірді жасап жатырмыз. Қазір Құдайға шүкір 130 үй өшірді, 3 көше қатар. Басқа не айтамыз? Мен жайлауға берейін. Иә, атам айтсын. Ата, енді өзіңіз. Отырып айта беріңіз, ата. Аллаға мыңдалы шүкір. Мынау бәрін естеміз, алыстағы сәрісін, шулдағы сәрісін деп бәрін аттарына қалып біресе күресіп отырмыз. Бұда жағы ағамыз айтып кетті. Біздің келген жеріміз баса кетті. Дәл осы жерде 54 жылында осы жерде бәртіңін егілімізге қатысып, осы жерде алған қалып, негізі үйіп отырған ұятамыз сәрісіне соны Совет үкіметінің саясатыменен бөліп жерді ғой. Осыға келдік, осы жерде қалды. Қағаны бөліп шені әкемін ағаларым шені әкеде қалды. Қайдаран оқыда қалды. Біз содан бері қарап осы жерде Келестегі сәрісін деген ашқан қалды. Міне Келестегі сәрісін келіп осыға көріп алғаш келіп отырмыз. Біз сіздерге рахмет дегендерінде ағайын болып сәрісін болып басымыз болсын. Өмізбен Bizden astıran ne geçsin? Allah'ın kılıçta bunda bir şükür. Hazreti Azrail olsa da bu sarışın kralı ait edik. Biz bu sarışın canına ait edik. Yollayı sana janaydan tarağımız. Adın başına turganım yeri kalacak. Yedi ay şöyle acayip dövüp önünde getken adımlar oldu. Sizler şahıstan istedin Abdurrahman Sağlık Bekler. Ağayımız del o şimdi ölçüp, Alamoğlu başına doğru ölçüp, bizim yerde ölçüp başına getirdi. Onun üstünde vakitte Adalet Ministeri oldu. O da geleceği Maslahat Deputatı da oldu. Onun bir kitapları çıktı. Қазақстан Республикасының нөмір 1 қаламгері деген атақ қалды ол. Біздің алдымызда осы одан кейін бұл жерде еліміз осы ауылда шыққан жерлер көп болды. Мына жағы бір үйден Сейдалиевтер деген бір ағамыздың үйі болды. Сол жерде бір үйден Совхоздың кезінде Совет үкіметінің кезінде бір үйден 2 главный болғаты шықты ғой. Біреуі Совхоздың главный болғаты. Біреуі өшеде үлкен пемка деген бір соның главный болғаты болды. Бір үйден 2 болғаты шыққан. Әлі жағында мына Бөрібай Смайыл деген ағамыз өтті. Ол сөзі ауданда мына халық бақылау комитетінің төрағасы болды. Еңбек өте көп етті. Сонда бір еңбекқор болып өткен жерлер. Содан кейін жастарымызда Аллаға шүкір көріп отқан жастарымызда қазіргі саланың жылдығының арқасы осы сіздердің бәрінің бастарыңызды қосып, бұл да оңай тірлік емес. Бір 2-3 адамның басын қосудың өзі оңай емес.
Al olsun şart. Bir bakalım bu olsun jastlarımızda bu kadar rahmet. Bu jastlar da çok şefkatli batır. Olsun içinde ben atak ötmedim olsak. Normal Abu Bakır diyelim. Önümüzde Röşet diyelim. Olsun buna meşitti. Alek dediniz ben. Alek. Olsun meşitti salın. Olsun meşitti aynı lazım gül gönderip. Olsun var yengeyi salıp olsun yürüyünde. Alek olsun Alek normal Alek'in neyse. Alek'in sonu günü o şeyden öte dağı. Bu da yüzümüz ağamız var. Ağamız Tosun degen ağamız var. Onun jastileste olur akademik. Onun suretleri gaz Kazak'tan tüküründe de şeker bedenin durgan jagayı var. Sonda bir ağamda çıktı bu cürdü. Sol yer çalışın yerler. Yer olsun geçti. Adam gibi oldu. Yerdi buna vaatlarımız. Kodda kaldı. Buna hele bir işte anlatır. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizler de yazılıdır. Onun yeşilinde sayısının yembileyemiz. Жақсы. Al endi. O diyorsun. Sayısın boğan adamların bärini bizden o sayısın yerinin esiga aykırı aşık. Alagan vaatlarınızda. Yoldan gelirse, atile gelirse, kayışın olsa da sizler için aşık degen söz. Sizler arkaya emblемini koyup koyun. Sayısın için her aşık. Al sayısınlar her daim jasayversin. Hayda olsak, sayısın boğan yerimizde var. Yerimiz yaklaşmaz. Sayısın boğan onun içinde. Sayısın boğan yerimizin berliği ösüp öne bileyik. Berlerini üllerimizge yaxşılık dileyelim. Den sağlık dileyelim. Ösüp öne versin. Her daim basımız Osunda жақсылықта қосыла берсін. Allah әрдайым осы жақсылығына келсін. Amin. Allah. Ата рахмет көп. Енді рұқсат берсеңіздер жаңа үштікті аяқтап кетейік. Мәділі атамыздың да бір ауыз көшінде бір ауыз сөзін естейік. Ал, тыңдайық. Құрметті ағайындар, келген аяқтарыңызға гүл бітсін. Savaşaları aman bol, komplus kömeği versin. Korsun bir neçe yıldan beri tamamdan yenidir ettiğini baş koy. Nöbetçi Möşirgen'e geldik, köyün ortalığa vardık. Oradan tavuğa vardık. Köyün ağaçlarından vardık. Oradan köyün kara tavuğa vardık. Kara tavuğa, diye kuşu kara tavuğa olduk. Onun beyanın başkanımızın adamları bir rahmet. Son vakti bir yaşam bakar hazır girmeyi yapmadı. Yaşların yaşlı korkma bir. Bazıları aman koy. Sokak yağı başlıklı bizim bazıların geri salmış. Kendimden burayda derimiz sağ olup olsun. Başımız posla versin. Geçen ağlamaya diyorum ona ve değilinde varlık tercihler olsun atamızın arvaklarını kollarsın. Atayın arvaklarını kollarsın da ben keptiriyorlar. Biliyorum ki pazar veremiz, biliyorumuzun kolunu alamız. Her gün gelirse bu da olursa varlıkta atamızın arkasında güzel sal bol siyahları sal diyebilirsin. Amin ata. Kendi zatımız Sizlerin arkalarınızda 90'a geldi. Sana yerken daha diyen vakti ait oturamız dağı. Başındaki gün kaldırmışlar. Melekler sürücüler var ettim. Rahmetim kaytamız dağı. Bu arışta, bize başkaç geldi bu arışta. Ben şimdiki varken vakta yakın ölüm veredik. Sen de sünnet yaptı. Bunu kapsakay bakayım. Sen de sıkıntı. Sabırlaştırgan. Şile savdanı. Yakatımız. Yaktın bağırgın. Amcamın degen yakınımız var. Son çaktınız ki kapı görsünler. Sonra amcamın degen yakınımızı çeker atıp koğamızda. Yekemin cevap verelim. Oturma. Otur ata, otur. Ne de açvatlarımız koy. Yarlığımız serisi boğanı keyin ol bölmek. Ülke kolayık. Atalarımızın arvak koldasın. Analarımızın arvak koldasın. Solanın arkasında canlı göçtüğüne var. Tüyle vatırımız.
ağayımıza aman olsun diye bu işlermeyen berimiz var. Döşedeki ağaylar ben aman olsun. Kız bitkerim aman bol. Ömürleri uzak olsun. Rastları rüzgar keleversin. Allah. Amin. Oy rahmet ada. Alaslayın. Al rahmet. Mayında dağısın sıkkıda estirip жатқан шығар. Жаңыл адам айтқандай келесі рудың қайрысын Оғыздың бәресіне жүрсе, негізі шын мәнінде келгенде Оғыздың барлығына да президент деп атауға болатын шығар біздің көңіліміз. Сондықтан қуаныштығы енді біздің президентіміз ретінде, ел ағасы ретінде әдемі жақсы өзіміздің ой пікірімізді, тілегімізді, ниетімізді жеткіземіз. Сыртқа көрсін. Sırtla çıkıp aydı. Sıkkama. Ниет қабыл, мұрат асыл болсын. Жаңа ұйымдастырып отырған жігіттерге рахмет, алдындағы ағаларымыз, аталарымыз жақсы тілектерді айтты. Бұның басты себебі сол бас қосып, бір-бірімізді жылдан бір мәрте көріп, Құранды оқытып тұру. Мынау айында кездессе ағайынды, жылында кездессе жекжат жатты, мына жылда бір кездесіп тұрайық ағайын болып. Осы ұйымдастырып отырған бөлінce Мұхтар ағайымыз өтті. Рахмет. Мынаның бәрін. Тағы да бір ағайындар айтқым келеді, Жасарал қайтты, Жасарал. Бері шықса ішіндерді мына қарияларда көрсін. Енді біздер бұрыннан армандайтынбыз ғой, сәл ішінде көш жерде жүріп білмейтінбіз. Қазір мына бірінші Алла елдің жегенмендіктің арқасында бәріміз кездесіп жатырмыз. Сол мына жерде мынау Жасарал деген азамат Қазалыдан келіп отыр. Біздерден бұрын естетіп, Қазалыда, сәл ішінде, сәл Қызылордада бар деп. Осы өткен айдың аяғында ауылда қариялардың бәріне жиылып, сол жаңа неге барып Қазалыға. Сөйтіп Қазалыда бұл кісілерден кеше сол ағай саясаттың кезінде жүрген, біресе үйсін болған, біресе сыйқын болған, біресе Боқбай болған, Дулат болған. Енді ол білестіріп саясаттың қандай болған. Соның бәрін Осы 4-5 жыл бұрын жаңа бас қосылып, 10-шы ата Отарбай атадан бері қарай бұлардың дәлелдерді шежіреден. Бұл енді шежіре дәлелдейді ұруымды. Азаматтықты жаңағы куәлігіміз дәлелдейді ғой. Сол жаңағы Қызылордаға барып, мұны қазір осылар кеше келіп, Арыстың бойда ағайындармен сөзді демалып, бүгін азында сіздердің орталарыңызға келді. Мына қазір Жамбыл облысынан Шудан ағайындар келеді, мына қабыланбаққа келіп қапты. Сондықтан бұл айтайын деген бір-бірімізден алғасайық, сыйласайық. Тіршілікте сыйласпаған ағайын соңғы өзінің көзінде өлгенде бекер жылама дейді. Мына жақсы заманда тіршілікте бір-бірімізден алғасайық, бір-бірімізбен ол қисық сөз бар жерде жүреді ғой тоқтық болғаннан кейін. Сондықтан айтып отырған ағайындар араласып, мұны келіп жатыр ағайындарымыз сол жерде мың шақырымнан. Яғни Шудан келіп жатыр барлығы. Соны араласайық, бір-бірімізді көрейік деп. Мына егемендіктің арқасында араласып, бәріміз бір-біріміз тауып. Бұрын біз бала кезімізде естетінбіз. Сайын ішіндегі мәдіресе ол Жамбылда осы қаланың өзінде жүріп, Мамыр дейтін ақсақал болған Қасайда тұратын агрономет Сорсомовичта. Сол сыртынан егеленеді, біздің көкеміз сайын ішіндімізді. Кейін егемендің арқасында бір-бірімізді тауып, араласып, өлгеніміз тіріліп, жоғалғанымыз сабылғандай болады. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Ниет қабыл болсын, мұрат асыл болсын. Сонына жерде отырған қарияларға Қызылордадан ағайындар келіп отыр ағайындар. Шудан келіп жатыр. Осы отырысымыз жылда өзінің орнын тауып өзін, мәке рахмет. Мынаның бәрін ұйымдастырып, балдарды біріктіріп, басын қосып, ағайынның бәрін басын қосып, бұл бір керемет көктемнің жақсы күнінде кездесіп жатыр. Бастаған ісіміз баянды болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, ағайындығымыз арта берсін, барлықтарыңыз болсын. Ниет қабыл болсын деп, мұны кімна Магия дініміз келді, Магия туған мұқты болсын. Осыға дейін тастырып отыр, бірақ бұл айтпады бұл бәрінде. Сосын де айтып қойын деп бұдырдан. Айтыр ғой, жаңағы Шадияр көкеміз айтады, естетіңіз, профсоюздың бастығы Шымкентте сәлейшінде. Ол үшін бірақ көру армандығын. Мұны егемендіктің арқасында кеше дастарханда болдық, бірге жүрдік, қойдың олақта бірге болдық. Сол жақсы мұның ынтымағымыз арта берсін ағайындар. Барлықтарыңызға рахмет. Ай, рахмет. Туғаныңыз құтты болсын, көке тағы да бір рет. Рахмет. Көңілдеріңізге рахмет ет. Әрмен қарай астына қаласына жатарыз жерде. Құтты болсын елімнің
басталады бүгіннен берекеңмен оң мерекең. Жерім жұмақ жер екен, елім жұмбақ ел екен, басталады бүгіннен берекеңмен оң мерекең. Бала шағаларыңызға аңсаған армандарыңызға жете беріңіздер. Ал тыңдайық ата, енді өзіңіз. Аса құрметті тарихын бауырларым. Иә, мына осы елге бауырларымыздың еліне келіп қойнымызға сыйлай жатырмыз. Рахмет. Мұның бәрі ауызбіршіліктің ынтымақтың арқасы. Тірлік бар, жерде тірлік бар. Ынтымақ қайда бар сонда дейді. Осы ынтымақтың арқасында бәріміз тарихтың болған жылдардан бері табысып, бір-бірімізді шүйгілесіп, қуанып отырған жайымыз бар. Алла жайымызды жеткізе берсін бәрімізді. Мына бәрімізді осындай басымызды соғыстырып, бауырым мына өзіміздің ауылда тұрады, қуаныштың арқасында мына бүткіл тарихымды басын жинап, осындай 2 жыл, бұл 2-ші жыл болады, келесі отырмыз. Алланың нұры жаусын сіздерге. Әмин ата. Көрген қызықтарыңыз көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Әр қашанда өздеріңіздің қараған үрімізді бала-шаға, немере, шөбере бәрі өсіп, өніп, жетіліп, үлкен елге ауыссын. Әле-желеден аулақ, кесір-кесебаттан аулақ, соғыс өртінен аулақ, бәріміз осы бейбіт өмірде, Қазақстан елінде бейбіт өмірде жасай берейік. Әмин ата, айтқаныңыз келсін. Ал, иләхи әмин, айтқаныңыз келсін. Мен енді микрофонда тағы бір ақсақалымызға берейін, сол кісі әдемілеп тұрып 90 ауыз сөзін тоқтай түйін жақындап тұрсақ. Ата, Бапош. Қаракөз ағайын, мүмкіндігі болса бір шамал құлақ салыңыздаршы. Біздің мынау үлкен ападан тараған сары бәйбішенің ұрпақтарымыз бар. Біз жөнінде түрлі қамқор сөздер айтылады. Ал енді өздеріңіз білесіздер, біздің Бәйдібек бабаменен сары бәйбіше атанған марабанымыздан 9 ұл болған. Сонда әртүрлі анандай сөз, мынандай сөз айтылады. Тарихи кітаптарда жазылады. Сол 9 ұлда жау қолынан жаудың қолынан қаза тапты. Сонда егер Бәйдібек бабаның біздің 9 атамыз аман болғанда, бүгінгі күні мен айтып отырмын, ұлы жүздің ішінде үйсіннің бәрі сәрі, осы ұлы үйсіннің ішінде 80% біздің сәрі жылдар болар еді. Мынау қазақта бұрыннан білесіздер, мынау үлкен аталар біледі сетсе қасы. Қазақта мынау тіл деген, қазақта соқ бар, көз бар. Сол көз тиді ма, басқа жағдай болды ма, біздің 9 атамыз жауабынан қазақ. Қазыбек жәнібек қойлауды мына Ақсудың бойында өлтірген қалмақтар. Ал енді алтауын Қарияс, Айбас, Едіге, Елдос, Құлатай, Шерман атаны мына күйік асуында қалмалап тұрып, сонда қалмақтардың есі сіздерге түсінікті болсын енді, мына кейінгілер түсіне білмей, біле бермейді ғой енді. Сонда анандай тұзақ тауып қойған екен, амал тауып, ана сым қосқан тұзақ, ана шылбыр тұзақ салады, пышақпен қылышпен шауып жібереді, босанып кетеді ана. Сонда 6 атамыздың мойнына тұзақ, кемір тұзақ салған. Сөйтіп ұстап тұрып айтқан, бізге бағыныңдар, қыз береміз, бізге қосыласыңдар деген. Сонда 6 атамыз намыс ойлаған қазір. Біз үйтіп ата сүйегін қорлап, ата сүйегін жерге таптатпаймыз. Үйтіп қор болғанша, біз жау қолынан өлгеніміз артық деп, 6 сарыны сол жерде өлтіреді.
сөйтіп 6 сарыны айдалада көкке жерлемейді ғой. Бәйдібек атам менен Сарыбайымшадан Қаратаудың бойында тұрды. Міне Қаратауда анау сарыгерлерде 6 атаның жатқан жері бар. Тура Кеңсай Қошқаратадан шыққан жерде, Қошқар дәулеті шыққан жерде сол жерде 6 сарық жатқан жер бар ағайын, біліп алыңдар. Ал оған тағы дәлел. Ал апамыз Құдай-ау неңді алдым деп Аллаға да тілдейіп кеткен апамыз. Бәйдібек оғыз бұқ түсіп жатып қалған. 9 баласынан бірдей айырылған адам оңай ма? Бұқ түсіп басын көтермей жатып қалған. Сонда апамыздың көз жасынан дейді, атқылап бұлақ шыққан. Міне қазір әулие бұлақ барып көріңдер, көрсетем мен. Көрсетіп жүрмін де көп адамды. Әулие бұлақ атқылап апамыздың көз жасынан шыққан. Міне оны Қошқарат әулиенің жоғар жағында. Бұлақ тайып тұр ғой ағам. Бүгін ағып жатыр. Міне қасиетті жер. Сонда осы көз, соқ, тілден сақтасын деп бұрынғы аталар неге айтады? Бұрынғы аталар неге айтады? Осыны айтып отырды ғой аталар. Қазір айтатын болды, ата бар ма? Аталар жоқ қазір. Міне аталарымыз сондай болған, бабаларымыз сондай болған. Міне қасиетті неден болған. Қараша би бабаның өзі айтқан сөзі бар ағайын. Ұғып алыңдар. Біздің анау Томалағадан ішіне теуіпті, мынандай теуіпті деген. 9 бала туған осындай адам, ондай неге бармайды. Сонда Қараша бидің айтқан сөзі бар. Қараша бидің айтқан сөзі, Қараша би бабамыздың айтқан сөзі біздің апамыз жөнінде. Болады алтын құрсақ баласы көп. Қараша биді көріп отырсыздар ма? Сонда алдын ала біліп отырады, келіні көп балалы болады. Болады алтын құрсақ баласы көп, ел сыйлар үлкен үйдің анасы деп. Қараша депті бабамыз. Қараша әттең депті қай кезде де жақсының жақындан жер жаласы көп. Міне ағайынды алыстан іздеме, жауды осы отырған жерден ізде. Міне ағайынның жауы. Міне апамызға жасаған. Ал енді мынау жарық шырақ, жалғыз бала домалағана. Сонда біздің апамыз айтқан екен, атты күйіктар домалағанаға шырағың жалғыз бала ғой, шырағың жарық болсын деген. Содан жарық, шырақ тілеуберді ғой аты. Соны жарық шырақ аталуы осылай жазылды. Ал енді тілеубердің жатқан жерде тобылғы бар деп жазылған. Сол тобылған ол жерде қазір басында тұр тілеуберді атамыз. Ал ол кісінің атын біздің апамыз қойған екен. Жалғыз шырағың ғой. 9 баласынан айырылған адам шырағың жарық болсын. Домалағанаға жарық шырақ аталған. Біз содан кішкентай сары бала кетіп сонда жағы зеріп сыланған аналарымыз, домалағанымыз ене деген абысынға, біздің апамызға. Мына 9 баланың орнында берген Құдайдың сыйы ғой бұл, сыйлық сары деп сыйлық сары атанған. Байтоқ бабамыздың сыйлық сары атаның содан. Ал енді Байтоқтың берғаны қалша жақып деп тарайды. Біз қалшадан тараймыз барымыз. Міне қалшадан мәкей тарайды, қалша Жанай тарайды, Жанайдан мәкей тарайды, мәкейден Қалмамбет тарайды, Қалмамбеттен Қосай, Қосайдан Байшуақ, Байшуақтан Байшурақ, Жетібай тарайды. Міне Жетібайдан біз Ақшал, Тендеш, Жарас ұрпақтарымызбыз. Жаңа айтып отырған Сауықбегім біздің ең аған немере ол. Мына Бөрбай атамда, Аманкелді көкемізде бәрімізге де бізде қазақтың бөтендігі жоқ. Біздің бәріміздің туып-өскен жеріміз Сарыүйсіндер Алматыдан шығады. Алматы қандай Алматы енді?
Сарыүйсіндер Қаратауда шыққан, бабамыз отырған жер, анамыз отырған жер. Сондықтан түп қазығымыз біздің Қаратау ағайын. Осыны біліп алыңыздар, мынаны мен жазып, ғасыр жасаған атамның жазып берген естідім. Анадан мынадан емес. Осындай. Дәлелденген дүниеден Дәлелденген дүние. Сонда Қараша би атаның, Қараша би баланың өзі қандай Иә. Болады алтын құрсақ баласы көп, ел сыйлар үлкен үйдің анасы деп. Ел сыйлар үлкен үйдің анасы деп. Қараша, басын шайқаған ғой, Қараша әттең депті қай кезде де жақсыны жақындан жер жаласы көп. Міне жақындан көреміз ғой біз бәлені. Сондықтан ағайын үлкен ынтымақ жасап жүріңдер. Ынтымақ жасап жүріңдер. Тағы бір сөз айтайын. Мынау Құдай ұрған дейді. Бәріңе құлақ салыңдар. Құдай ұрған оңалады дейді. Неге? Неге оңалады? Құдай рахымды, кешірімді, қайырымды жаратып оңалады, кешіреді бізге. Әруақ атқан оңбайды дейді. Арыстан әруақ атқан оңбайды. Әруақ аттаған адам оңған емес. Оған тағы бір дәлел. Келіншек тауда Абылай атам 100 түмен әскер қолына түсірді. Сөйтіп сол жерде қырам деді ғой. Сонда бабаларымыз бар жырау бәріміз бар. Сонда Абылайға айтты, оның қанын, қалмақтың қанын састасын ба Қаратауға? Сасып ба қан деп. Біз бұларды деп әруақ атсыз, аталардың әруақ атсын. Құдайға да салмайық деп, әруаққа салайық. Әруақ атқан адам, аттаған адам оңбайды түбінде. Сонда бір қалмақтар біздің әруақ атауларымыз таптаған басқан қалмақ жоқтап кетті, жойылып кетті. Қазақтың халқына берген есе бергені еш елге бермеген дейді. Қазақты жұт та жау да жеңбеген дейді. Бізді жау да жұт та жеңбеген. Бірақ осы ағайынның арасында алауыздық жеңіп бара жатыр. Осы алауыздық жеңіп бара жатыр. Мен ашығын айтамын. Осыдан аулақ жүрейік. Мына бүгінгі жиын да келіп бір шоқын алау жоқ қарап кету емес. Уағыз айтып білген, ынтымақ қылып жүріңдер. Біздер де жасымыз келді. Бізде енді бізге мынаяқ жақын. Сендері ынтымақ жасап жүріңдер. Ел болып жүрейік. Сарыүйсіннің туын биік ұстап жүріңдер. Айтқаныңыз келсін. Ақсақал айтқаныңыз келсін. Серік ақсақалға рахметіміз айтамыз. Біраз әңгіме айтты енді. Естіген ел бар, естімегені бар. Мына арғы бергі тарихтың біразын айтып, атақ сол қағазыңызды бере тұрсаңыз, мен бір ауыз айтып өтейін. Бір қауым ел сыртта естімей қалды. Мына енді естімегендер естсін. Байтоқ атамыз, аты Сыйлық Сары. Иә, Жақып Қалша деп екіге бөлінеді деген, сол Қалшадан Жанай, Мәтей, және Қалманбет, Қосай, Байшуақ, және Байшора, Жетібай, Жетібайдан және Ақшолақ, Ақшал, Темеш, Жарас деп бөлінеді екен. Саттар көбі бар ғой, Иә. бәріміз осы Жетібайдан тарағастыр. Енді былайша айтқанда біз бәріміз түбі бір Сарыүйсінбіз ғой, қалай айтқан күннің өзінде. Иә, сондықтан мына қалай болған күннің өзінде 7 жасқа атасыздар, 70 жастың барлығы елдің ағасысыздар, 90-80 жастағыздар, сіздер уже қариясыздар, дариясыздар. Сондықтан өздеріңізде ақсақалдарының бір ауыз жақсы тілегін, жақсы ниетін мына жастар естіп басын. Тағы да мына арнайы сонау ұядан келіп отырған, мына Ақжардан келіп отырған Сарыүйсін бауырларымыз Әбдірәк Өкім бастаған Ырысмахан, Ғани дейтін азаматтарға бергім келіп отыр. Сол кісілерді бір ауыз айтса, арнайы Ақжардан келіп отырған, ұядан келіп отырғандар бар ма сол кісілер? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Құрметті ағайындар, үлкен кіші, мына бүгінгі Құдай асқан жиналып келген жалпы ағайындар, жалпы ағайындар, барлықтарыңызға рахмет. Алла қуат берсін қариялар. Жылда осындай жеңіміз жалғасын таба берсін. Аспанымыз ашық болып, осы ашық аспан аясында бәріміз жылына осында бір бас қосып, дидарласып тұрғанымыз өзі үлкен бір қуаныш, үлкен бір бақыт.
міне осы нәрсені ұйымдастырып бүткіл елге рахмет, елдің жастарына, соның ішіне мына ауылдың биі Мұхтар ағамызға рахмет. Міне осы нәрсені ұйымдастырып, осынша кісілерге тамақ беріп қосып отқан Құда қаласа. Бұл деген сөз тұрғандар келешекте елдің қамын ойлайтын, жайын ойлайтын жігіттер Құда қаласа. Мына солай деп түсінсек болады. Мына құрметті ағалар, мына осы үрдісіміз жылдар жалғасын таба берсін. Мына аман болайық бәріміз, мына дендеріміз сау болсын. Мына біздер сіздердің үлкендердің артынан ере берейік Құда қаласа. Тек жақсы күндерде жолығайық. Аман болайық, мына аспаннан жауып жерден өн, халқымыздың қарны тоқ болып, тек қуанышты күндеріміз көп болсын. Рахмет. Рахмет. Бейгөке рахмет. Ал енді Әбдірәлі қайда? Сіз де басқады. Микрофон берейін енді. Ата өзіңіз. Шымкенттің сәресінде құлады. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бәріміздің басымыз қосылып отыр екен. Басымыз көбейсін. Бәріміз сіз бізіміз жоғалмасын. Ағайын татып болса, ас көп дейді, ат көп дейді. Барлықтарымыздың мінгендер, тұлпарларымыз биікке шаба берсін. Немере шөберелер өсіп өліп, солардың қызығына тоймай барлықтарымыз жүре берейік. Барлық Қазақстан халқы аман болсын, қазақ аман болсын. Сіз бізіміз жоғалмасын ағайындар, жақсы айналайындар. Әумин ата, айтқаныңыз келсін. Маған берілген тізім бойынша 3 адам бар еді. Рұқсат берсеңіздер, сол кісіні де бір ауыз шақырайық енді. Так, Ғани ағамыз бар ма? Сеп тұр. Ассалаумағалейкум. Мынау бүгінгі істеп жатқан жиынымыз Құда қаласа мынау Алланың періштерінің құлағына шалынсын. Мынау ниетіміз, барлықтардың ниетіміз оң. Ояқ тауымыз, жан-жақты ағайындарымыз аман болайық. Құда қаласа Алла жақсылығымыз жалғасып, осындай қуанышты кездесулерге жалғаса берсін. Ниетіміз оң болсын. Әумин ата, айтқаныңыз келсін, көп рахмет. Енді адамдардың сұрауы бойынша Қазалыдан кешелі бері бізге арнайлап аттың басын тұрып келіп отырған, өзіміздің қатарымызда осылып отырған жігіттің сұлтаны, жақсының ұрпағы Ербол ағамыз қателеспесем солай болу керек. Ерболға қош келдіңіздер, қанат асып отырсыздар ма? Асқа жиналған ағалар, ағайындар, туысқандар, астарыңыз баршаңызға қабыл болсын. Ауызбіршіліктеріңізді берсін, жан-жақтан жиналып, бастарын қосып, сарайсын ағайындардың. Біз мынау Қазалы қаласы, Қызылорда облысы, Қазалы қаласы, Сопыдан тараған Отарбай, Олжабай деген ұлдарыңыз, ағаларыңыз, көкелеріңіз, аталарыңыз осы жерден кеткен, сол жаққа Қазалы төңірегіне жайғасқан, сол аталардан, бабалардан тараған ұрпақтарымыз. Менің әкемнің аты Өмірзақ, өзім атым Жасарал. Сол Қазалыдан келіп, сіздермен дәмдес болайық деп, бұл жерде бірге еріп келген туған ағам Ербол, одан кейін әкемнің інісі Ашықбай деген ағамыз. Сол бәріміз бірге келгенбіз, сіздермен дәмдес болайық деп, қабылдық болайық деп. Алла разы болсын, аман болыңыздар. Лайым осындай қуанышқа, тойға басымыз қосылып нәсіп етсін Алла Тағала. Қанша семья бар сұры? 400-дей семья бармыз. Өзі жан-жақта әр жерде 10 аталықтан асып кеттік. Жаймен ары қарай жалғастырып сүре жатыр. Кіші жүздің ортасында өмір сүріп жатыр бауырларыңыз. Аллаға сансыз шүкір, аман болыңыздар. Біздің де елге қызықтап, ас болсын, той болсын, баршаңызды шақырам, келіңіздер, ағайын туысқандарды көріңіздер, бірге болыңыздар, аман болыңыздар. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Рахмет. Енді қателеспесем, 2 кісі болып келіп отырсыздар ма? 3 ма? Үшеуіңіз де бір ауыз. Ағамыз сөйлей ма? Аға, енді өзіңіз. Жақындап сөйлеңіз. Ассалаумағалейкум. Мынау үйсін ағайындар, үлкен мінекей ақсақалдар, ағалар, інілер, мына еріп жатқан астарыңызды Алла қабыл етсін, қабыл болсын. Құдай Алла Тағала ауызбіршілігімізді беріп, осындай отырысымыз, бас қосуымыз көбейе берсін. Рахмет сіздерге, дастархандарыңызға, сыйлағандарыңызға, күтіп алғандарыңызға, барлықтарыңызға. Енді мына әңгімелерін Ербол
Oturup söyleme. Al bakalım. Kavul olsun aslanımız. Bol bakalım. Bol bakalım. Dayım bok kaldı mı? Özgürlüğümüz bol olsun. Az kavul olsun başımızda. Kuvançlıyım. Kazı tuğması, kazanımızın Temurtau'da duran Karanlı'da. Tarihsiniz. Ay endi sizдің сөзіңізді 8'de 9'ga қосып отырған біздің атамыз бар екен осы жерде. Ата микрофонды берейін енді. Bir ауыз айтыңыз енді тілегіңізді. Assalomu alaykum, hurmatli og'ayinlar. Mana boshlab bugungi istab o'tirgan Xudoyimizni Xudoyim o'zi qabul ko'rsin. Bizden keyingi jasavletga bu sabaq bo'lib qolsin. Ular da ata bobosin, ya'ni bizlarda o'ylab Xudoyga Allohimizni siylab hurmatlab yurgan bo'lsin. Men endi ko'p so'zlayman. Başların, bakıttan başların aylansın. Konuşların koyunlarına sıymasın. Silasların kömeyip, dostların uyga sıymasın. Amin. Dünya mülkün kömeyip, korana malın sıymasın. Amin. Yer yaratkan yem carb olup, her kaysına bir kasır ömür sıylar. Amin. Baktı ömür sürüp, Şafak ömürdün şafakla basıp güle verirler. Amin ata aytqanınız gelsin. Aytqanınız gelsin. Mına endi ya oğlanımız bulunma oluruzun içinde teresi özleriniz bilegen kezdе жалпылатып айтқан келесі руын сайысын ұлыңыздың бәрісін деп ұлыңыздың барлығын иісін деген сол иіскелуші сайысының бүгін үлкен асы әр жерде болып жатқан астың бірегейі бүгін біздің ауылымызда болды. Енді рұқсат берсеңіздер жаңа іште құран оқыды астарымызда. Енді осы сіздер аналарыңызда бір ауыз құран оқыса деген ниетімізді білдіріп жатырмыз. Әңгіме айтып Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum. Hürmetli aksakallarımız, ağalarımız, ünlülerimiz, bağlarımız, başlarımız, ağlarımız olsun. Bir kişiye әңгіме айтайық деп едік, құдайымыз бар. Құдай қаласа, мынау сонша жерден ат терлетіп, мына Шудан, Қазалыдан келіп жатыр алысы. Қалғандарына біздің Сайрам ауданының осы жағында ұялған, осында келіп отқан барлығы сіздермен біздерді бір-бірімізді көрейікші деп келе жатырмыз. Бір-бірімізді көшеден көргенде танымай қалмайық, танысып жүрейік деп сол мақсатта жиналып отырмыз ғой негізінде. Я жігіттер, естіп жатыр ма жігіттер? Сіздердің дауыстарыңыз микрофонсыз естіп жатыр. Біз микрофонмен жеткізбей жатырмыз дауысымызды, мынау ағайынға, туысқанға. Мұнда іште киіз үйде үлкен ақсақалдар отыр. Біз сол кісілермен қастарында отырдық. Не бір елдің тізгінін ұстап, қызметін жасап, қазір зейнеткерлікте отырған ақсақалдарымыз бар. Келесі жолғы асты өткізетін ауылдар осы киіз үйге ақсақалдарды бөлмей бірге отырсақ ше, бір-бірімізді көріп, жаңа қанша керемет адамдар сөз сөйлеп жатыр. Мұнда отырған жастар, кейінгі жігіттер кім екенін көргенде жоқ та танымай қалады да көке. Дұрыс айтып ма, айтқан жоқ па? Бәріміз бірге отырсақ, бір-бірімізді көріп, танитын едік та жаңағы. Енді біраз мәселе қозғалып жатыр. Мен имам ретінде бір мәселені айтқым келіп жатыр. Тыңдайын десеңіздер. Мына әңгімелесетін кісілер сәл арырақ бар әңгімелесе тұрсаңыздар, енді сіздердің әңгімелеріңіз маңызды ғой. Біз сіздерге мешет етпейік. Мынау бір нәрсені қозғай кетейік. Мына әр адам өмірге қанша рет келіп кетеді, өмірге? Қанша рет келіп кетеді? Сол бір-ақ рет келіп кететін өмірді дұрыс өткізу үшін ата-бабаларымыз осынша жерді қорғап, әйтеу ұрпақ аман қалу үшін барын салды. Сол аталарымыз бүйтіп айтады. Әр адам дейді, әр адам мына өмірде мына 4 түрлі деңгейінің біреуінде өмір сүреді дейді. 4 түрлі деңгей. Соның біреуінде өмір сүреді дейді. Бірінші аталық деңгей, екінші рулық деңгей, үшінші ұлттық деңгей, төртіншісі адамзаттық деңгей дейді. Бірақ Алла тағала әрбір адамға тап-таза қылып
бірдей қылып перзент береді екен. Ал енді ата-анасы, ұстаздары, сол енді қариялары жабылып, мына төртеудің біреуіне апарады екен ғой. Бұдан басқа вариант жоқ екен. Біріншісі, қандай деңгей дедім? Аталық деңгей. Ол кім десе, пәленшенің баласы, түгеншенің немересі, пәленшенің шөбересі жұмысқа барады, ақша табады, үйіне келеді, бала-шағасын асырайды. Жұмысқа барады, ақша табады, бала-шағасын асырайды, бір күн өледі, бала-шағасы үйленеді да, үй салып алады да, жұмысқа барады, ақша табады, бала-шағасын асырайды, ол да өледі, немересі үй салып алады, жұмыс істейді, ақша табады. Не болып жатыр бұл жерде мәселе? Елмен, жұртмен, ата-бабасымен несі жоқ ана кісінің? Ешқандай шаруасы жоқ. Жұмыс істейді, ақша табады, бала-шағасын бағады, 8 соттың ішін толтырады, бол. Осыны айтады, аталық деңгей. Пәленшенің баласы, әйтеу ата-бабасы өшіп қалған жоқ, өтіп бара жатыр әйтеу, ата-бабасы өтіп бара жатыр ғасырдан ғасырға. Бұл аталық деңгей ең төменгі деңгей. Бұны Абай атамыз итше өмір деп қатты айтып кеткен, Абай атамыз. Екінші деңгей рулық деңгей. Рулық деңгей деген не? Оны ауылдық деп айтсақ та болады. Бір ауылды сүйреп жүрген адам, бір рудың басын қосып жүрген адам, осы рудың ішінде оқитын баланы қолдап, осы рудың ішінде жетім қалған кісілерге қарасып, осы рудың абыройы үшін малын да, жанын да, уақытын да құрбан қылып жүреді екен ғой, бір ауыл үшін, немесе бір ру үшін. Бұны рулық деңгейдегі адам деп айтады екен. Ал үшіншісі ұлттық деңгейдегі адам. Ұлттық деңгей деген не ол десе, кешегі Алихан, кешегі Міржақып, кешегі Абай, Ыбырай, Шәкәрім, кешегі Мағжандар, Ахметтер, бұлар ұлттық деңгейде өмір сүрген адамдар. Олар бір ауыл аман болсын, бір ру өсіп өлсеген деген жоқ. Олар бүкіл кім өсіп өлсін деді? Бүкіл қазақ аман болса екен деп. Мұстафа Шоқайлар, неден жүріп, жанын тігіп құрбан қылып, мысалға да, бұлар ұлттық деңгейде өмір сүргендер. Ал енді адамзаттық деңгейде өмір сүргендер, олар пайғамбарлар, олар Ибн Сина, олар Абу-Райхан Беруни, Ұлықбек, Әл-Хорезми сияқты адамдардың еңбегін бір ұлт емес, бүкіл әлем пайдаланып отыр. Әлем. Сондықтан айтайын дегенім мынау ағайындар. Мен ақыл айтайын деп тұрған жоқпын. Осы елдің адам ретінде айтып жатырмын. Қазір үй салудан жарыс тоқтады. Көлік алудан жарыс тоқтады. Любой адам кредитке көлік алса, бұл қателеспесе жерде. Мысалға да, сондықтан қазір дұрыс ұрпақ тәрбиелеуден, анау адамзаттық деңгейде қызмет ете алатын, болмаса ұлттық деңгейде қызмет ете алатын ең нашар не болу керек сонда? Рулық, мына рудың басын қосып жүретін, ауылдың басын қосып жүретін деңгейде ұрпақ тәрбиелеумен айналыссақ. Мен таң қалған мынау. Ізденіп жүрмін ғой қазір. Былтыр тарихтан магистратура бітірдім. Ізденіп жатырмын. Мен түсінгенім мынау. Әрбір туылған ұлға, әрбір туылған қызға Алла тағала елдің анасы болатындай, немесе елдің ағасы болатындай қабілет береді екен. Бірақ сол бала өсіп жатқан кезде оған бағыт, бағдар, алдына мақсат қойып, керек кезінде қолдап отыратын кім болмай жатыр? Ағалар болмай қалып жатыр, қариялар болмай қалып жатыр, ұстаздар болмай қалып жатыр, ата-ананың да шаруасы болмай қалып жатыр ғой. Мына сөздің соңында айтарым. Бітіре салайын ба жігіттер айтып? Мына Қызылорданың бір жігіті Алматыда кәсіпкер. Бұл мен 10 жыл бұрын естігем мен мынаны. 10 жыл бұрын естігем. Сол Алматыдағы жігітке біреу айтыпты. Ей, жақсы көлік, жақсы үй, жақсы тамақ, жақсы киім киіп жүрсің ғой. Бірақ туып өскен, ана не мынау? Кіндік қаның тамған жеріне пайдаң бар ма жоқ па депті ғой. Сен қымбат машинаң, қымбат киімің кімге керек? Туған жерге өзінің пайдаң тимесе депті ғой. Сөйтсе анау Қызылорданың жігіті Алматыдан бар шаруасы тастап Қызылордаға өзінің бір ауыл бар екен. Ауылына келіп мұғалімдерге жолықты. Оқиын деген мектеп бітіріп жатқан ұлдардан. Бірақ оқыталатын әкесі қолдайтын ағасы жоқ. Сондай ұлдар болса мен оқытайын солап депті. Сөйтсе 5 ұл тауып беріпті ғой. Естіп қойған бедіңіздер? Айта салайын ба? 5 ұлды алып Алматыға барып, 5-еуін квартираға төлеп, ақшасын, киімін, тамағын 5 жылдан кейін университеттерін бітіріп, 5 түрлі кәсіп ашып беріпті ғой. Кәсіптер дөңгелеп атқан кезде әлгі жігіт артын білмейді. 5-еуін шақырып алып бүйтіп айтты көке. Я жігіттер, менің шығарған ақшамды қайтаратын уақыт керек депті ғой. Сөйтсе ішінде біреу старший екен. Айтты, аға, біз сізге қарыздармыз. Дұрыс, бірақ 2 өтінішіміз бар. Бірінші, қанша ақша кетті бізге мына 5-6 жылда?
Екінші соны бөліп беріңізші айға. Біз ай сайын төлейік, біздің кәсібімізде не қылмасын? Тоқтап қалмасын. Деген кезде әлгі жігіт күліп тұрып, жымиып тұрып, ей жігіттер, менің ақшамды олай қайтармайсыңдар. Менің ақшамды бұлай қайтарасыңдар. Әр қайсың біздің ауылға барасыңдар, 5 баланы шығарасың. Біздің ауылға барасың, 5 баланы шығарасың деп, 5-еуіне не жасап беріп жатыр? Алдына не қойып беріп жатыр? Мақсатын қойып беріп жатыр. Дәл сол сияқты біздің Құтарыста біздің 3 ауылдан тұрамыз. Ағарыс, Оймалық, Құтарыс деген ауылдан тұрамыз. Сол көрші ауылдың да мектебіне кіріп, директорларынан өзім айтып шықтым. Директоры былтыр шынымен мектеп бітіріп жатқан ұлдардан оқиын деген ұл болса, бірақ артында не жоқ жаңағы? Тіреуі қолдайтын жоқ. Біз төлейміз. Өзен қорынан тамағын киімін төлейміз. Анау қап кетпесін шана бала ше. Әкесі оқыта алмайды, немесе әкесі қайтыс болып кеткен бала оқи ма ол? Жұмыс істеп анасын бауырдан баған деп не қылып қалады ол? Қалып кетеді ғой. Сондықтан әр ауыл жігіттер кішкене Құдай тағалам ризық несібе кәсіп берді ма, сол ауылда ең бірінші орында оқиын деген баланы қолдаса қалай қарайсыздар? Шықсын біздің ғалымдар шықсын, кәсіпкерлер шықсын, ел басқаратын азаматтар шықсын Құдай қаласа. Одан кейін ағайындарымыз қайтып жатса, бала шағасына үйін, тамағын, киімін реттеп берейік. Осындай нәрселерден үлгі алып, бірімізді қолдап, басқа рулар бірдеңелер салып жарысып жатса, біз балдар дайындап жарысайықтар Құдай қаласа. Алла разы болсын. Құдай тағалам келесі жылы бұдан да көп бас қосуымызды және мына біздің ұрпақтарымыздан елдің батасымен жүретін салихалы ұрпақтардан көп шығын Алла тағала нәсіп етсін. Амин. Әрекет, достар осы сөзі тоғықтай түйіні, ел баққан адамдар туралы айтып жатырсыздар. Алматыда 19 ғасырда Қали деген біз атамыз болады. Сол кісі руға қарамай, елге қарамай, біреуі ұлы жүз, біреуі орта жүз демейді. Бүкіл елдің баласын баққан, бүкіл Алматыны баққан. Ол кісі салишін еді. Бірақ енді ол кісі мен салишінмін деген жоқ. Сол жердегі Арғынды бақты, Найманды да бақты. Сол Көктөбенің етегінің жайлауында сол кісінің жайлауы болған. Сол кісінің атында қазір енді қателестерім Гүлдер ансамблін талай жыл басқарды біздің әпкеміз Галиевна дейді. Сол кісі енді ат-жесін атын атай алмағандықтан Гали деп қойған болған. Сондықтан мына осы жерде ең жақсының барлығы түн тасыр сармай шағын еліміз ғой. Іште тұрған оқытуды енді сырттағы тұрған біздің ағайын туыс бауырларында ата-бабасының айырмағына бір жақсы құран оқып беріп, содан кейін барып ақсақалдардан бата-сұраймыз. Бірінші ақсақалдан бата алайық та. Ақсақалдар іште енді. Осы жердің ақсақалдан алады? Осы жердің ақсақал жас үлкені қайсысы? Мына жерде үлкендеріңіз кім? Тоқа. Жас үлкеннен атамдан алайыңыз ба? Жастардан ба? Ата алмайды. Алла, осы жер отқан сайыз елді мекенінің бүткіл қазақ халқының мекені болып айнала берсін. Қандары бір, жандары бір сайсын шырасın. Allahu Akbar. Енді бір ауыз Құран оқиық. Мен Құран оқып берейін. Батаны біздің Шымкент қаласында тұратын Серік Көкем жақында Шымкентте өткен бата беру сайысында бәріне жарып өсіп бірінші орын алған екен. Сол Серік Көкеммен батаны сол кісіге бергізген Құранның батасын мен оқып бере берейін. Көке келіңіз. Осы жерге нетіп кетейік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Ey yaratkan Cabbar Kudret, Cenab-ı Maburdun bek, La ilahe illallah,
кәлима айттым сан рет. Біздің қазақ баласы, өнеге ата мұрасы, Құдайға құл қашаннан, хақ расулге шын үмбет. Қадірін білмей дәулеттің, бастағы бақыт сәулеттің, тәубеден тайып тәңірге, олтыра көрле ғасишет. Оңайлатсам қиынды, шешен темір түйінді, қиын емес жаратқан Аллам, осы бүгінгі өзіңнен сұрап, тілеп отырған тілектеріңізді қабыл ет. Жаратқан жаппар құдірет, жақсылықтарыңды жақын ет, зиянынан әрдайым жақсы жағын басым ет. Кетпес дәулет кеңпейілді, жан тәнімізге қасілет, адаспайтын ақ жолды дін исламға, жалпы қаракөз қазақ баласына осында қол жайып отырған ағайын туыс бауырларымыздың барлығына Алла Тағалам әрдайым Алла ашық ет. Елімізді, ел халқын мына келіп жатқан түрлі індет аурудан, болып жатқан зорлық-зомбылық қантөгістен, мына айтпай келіп жатқан апат, оттың апатынан, судың апатынан, мына түрлі аурулардан аман ет. Жасы келген біздерді жақсы ғайны қайталуға нәсіп ет. Өсіп келе жатқан мына ұрпақтарымызды ұлағатты, салиқалы, саналы ұрпақ ет. Жаратқан Алла мені бүгін байтоқ атадан тараған, аттарын атап отырған барлық абзал рухты ұлы бабаларымыз, қасиетті асыл аналарымыздың әруағына арнап беріліп жатқан ас судың сауабын, оқытып жатқан, тілеп жатқан дұға тілектеріміздің сауабын Алла Тағалам қабыл ет. Жаратқан Алла Тағалам мына бүгінгі күні осы елде тұрып жатқан іні бауыр қарындастарымыздың Алла Тағалам үлкен ниетпен мына істеп жатқан тірліктерін Алла Тағалам қабыл ет. Жаратқан Алла Тағалам қаракөз қазақ баласының көтерілігі жоқ. Барлығымызға Алла амандық бер, осы әулет ұрпақтарымызға аман ет. Жаратқан Алла тағы да айталап айтамын, Құдай ұрған оңбай, әруақ ұрған Құдай ұрған оңалай, әруақ ұрған оңбай дейді. Әруақты аттамаңдар, әруақты аттамаңдар, қаракөз ағайын. Әруақ сыйлап жүріңдер. Сондықтан мына бүгінгі күні ата бабалардың әруағына теріп айтып, мына істеп жатқанды тиеттіліктерін осы елде отырған балдар, інілеріміз, бауырларымыздың үлкен сендерге рахмет, үлкен Алла Тағалам ынтымақ берсін ағайынға, жарасымды тірлік берсін, былай қарайда үлкен ел болып, Алла Тағалам жақсы, Алланың тура жолымен жүруден нәсіп ет жаратқанның. Әмин. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Құрметті туысқан ағайын бауырлар, сәресілер. Мына бүгін бір күннің бір шуақсы күнінде, Алланың бір жақсы сәт түскен күнінде барлықтарымыздың басымызды қосып отырған мынау келестегі ағайындарға үлкен рахмет айтқымыз келеді. Айында көрмесең ағайын ұзап, жылында көрмесең жер жатың жат деп қазақ адам айтпақшыдай, мынау араластырмасақ бірімізді біріміз бегені болып кетеріміз хақ. Мынау сіздерге үлкен рахмет, отбасыларыңызға бақыт, шаттық, қуаныш сыйласын. Мынерде жақсы сөздер айтылып жатыр. Мынау ұзақтан келген қонақтарды көріп жатырмыз. Алла жүздерімізді жарық етіп, бастарымызды ұлық етіп, Алла сүйген құлдарынан етсін. Ал енді мен айтар болсам, біз мынау Жаңақылап деген елді мекеннен сұрасын 150 отбасымыз, содан атамыз енді біз өзіміз көрмедік, көргендердің айтылыменен ауыз әдебиетінде 1822-23 жылдары келген екен, 3 ата сәрі үшін. Орында ол таздар жиенбай деген. Ал енді ел қайда деп сұрағанымызда сол қариялардан естігеніміз, мына кітаптан көргеніміз ұя дейді. Бізден білетініміз сол. Ал енді
сол шахрадан сол 150 үй болды. Түйісіп, ағайын тұма туыс болып отырмыз. Содан бері қарай әйтеуірде үлкен ішінде бір қарияларымыз өтті. Ел басқарған, ел сұраған, жұрт сұраған, қалағандарымыз бар. Елден біразырақ делегат келдік. Соғысқа барған Жүстай деген атамыз болды. Жүсіпбек деген. Одан кейін Сапарбаев Берді деген ағамыз болды. Оның балалары бар еді, Көзіміз білесіздер, Ержан деген немересі бар. Ойылмай деген баласы бар, ол да ішкі істер қызметінде істеп демалыста оқыс келемады. Сондай енді, еңбек ері болмаса да еңбектері сыйланып, кеше Кеңес одағының ордендері мен медальдар бар ақсақалдарымыз бар. Мынау жаңа Бәйділі көкем айтпақшыдай ең бірінші ретте Ахмет деген атамыз болған, содан қалған Ахмет әкім деген ағаның үйінде жылы 200 жыл қалды. Онда біз жаста болып, осының бірінші рет бастағанда сол әкім көкеміздің қорасында, әулісінде осындай ұлан-асыр той болған еді. Бір-біріміздің жүзімізді көріп дегендей. Міне оған да бір 30 жылдай уақыт болып қалды. Одан кейінгі мынау президентіміз Қуаныш деген ағаның жігіттің бастауыменен бас қосып жүрміз, көбіміз куәсіздер. Санымызға сан, басымызға бас, отбасынан отбасы қосылып, мына бірлігіміз көрініп келе жатыр. Бұл жалғаса берсін дегім келеді. Енді Құда қаласа біздер де ниет қылып отырмыз. Келесі жылдары Құда қаласа біздің елімізде қонақ болыңыздар. Барлықтарыңыз мынау көшеде дастархан басында сұрақтар жүргендер. Барлықтарыңыз хабардар болыңыздар. Ләжі болса осыны жаймашуақ бір күнін қосымша айтармыз. Әйтеуір бізде бір ел болып отырмыз. Бізде жаңа Сулы келес дейді. Сулы келестің жағасында сәрісін кезде жасыл күн азаматтар бәрімен біледі. Мынау сіздер барлықтарыңызға қош көрдік дейміз. Бақытты болайық, дәулетті болайық, сәулетті болайық. Отбасымыздың берекесі шаңырағы биік болып, босағасы берік болып, ұлды болайық, қызы болайық, немерелі шөберелі болайық, ойнап күліп жүре берейік. Әр уақытта жүзіміз жарық болсын. Қосымша күнін хабарлаймыз ғой. Ал ата, қазір. Енді қымбатты ағайын туыс бауырлар, атам айтып жатыр, Алла қаласа келесі жылы жаймашуақ күннің біреуінде Сулы келес, яғни Жаңаталапта әлі де уақытын айта жатар. Бұйырса Жаңаталапқа келесі жылы аттың басын бұрып келсеңіздер деген ниет білдіріп жатыр. Ағайын туыс бауырлар, баршаларыңыз естіп отырсыздар ғой деп ойлаймыз. Келесі жылы әдемі бір жақсы бір сәттің салғанында Жаңаталапқа баратын боламыз. Енді атамыздың молдасынан ата рұқсат берсеңіз. Молдаға жақыныстан. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ağayınlar, hürmetli Müslüman kavim, mına bugünkü bas kosuğuna sebepçi botkan mına bugünkü ağayınlarımızın mına hayır ihsanların, ihlas niyetlerin Allah Teala kabul etken bolsun. Sonun saldarında mına uzak жақыннан келген ağayın tuğustardın bir tuğan ağayındардың bir-birine didarlasıp құшақ жайып қарсы алып сұхбат қылып атқанның өзі үлкен нығмет ағайындар. Үлкен нығмет. Өйткені біз қазақ сол ата бабаларымызды қастерлеген, дәстүрлеген және де ата бабаларымыздың рухын әрдайым сыйлап дұғада болған ұрпақтардың біріміз. Сондықтан да иншалла осы отырудың, осы жиналудың, осы бас қосудың да себебі мынау Сәрүсін деген
елді мекеннің ұрудың жалпы бас қосуындағы мақсат мынау өткен ата бабаларымыздың бізге деген мынау алақан жайып Алладан сұрап ұрпағымның берекелді баянды болуын Алла Тағала нәсіп ет деп және де өзімізден кейін сондай ұрпақтар бас қосып дұға қылып бізге арқамыздан дұға қылатын ұрпақтар қалсын деген сол ниеттерінің қабыл болуының бір себебі осы болар ағайындар. Ұзақ жақын, алыс жақыннан келіп бас қосып осы жерде дастархан жайып, мына ақсақалдарымыздан бата алып, дидарласып отырғанымыздың өзі үлкен нығмет. Алла баршаңыздан разы болсын, береке табыңыздар. Рахмет. Мына енді аталарым айып етпесеңіздер, мен сыртқа шығып сөйлейін, иә? Сыртқа бір ауыр ел бар ғой. Негізі ұлтқа қызмет ол мінез азаматтың біреуі, және осы кісіден кейін бір ауыз сөйлесем деп Анарбай бүгін келіңіз. Жаңа апалары айтып жатыр. Алла қаласа келесі жылы әдемі күн беріліп, соңында баршаларымызды сонда жаңа дауысқа шақырып, келесі жыл сонда барамыз. Ал енді тостамыз тоқтай түйіні негізгі мұрындық болып отырған ата өзіңіз бір ауыз сөз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Микрофонды кішкене жігіттер қарай алсаңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Сіздерге рахмет, ұзақтан келген, жақыннан келген қонақтарға алтын уақыттарыңды бөліп. Екіншіден ағайыныма рахмет. Бәрі қызмет істер, келіндерге рахмет. Қаза мен тұрып жүгіріп қызмет істеп жүрген. Бәріңе рахмет ағайындар. Дендерің сау болсын, аман болыңдар. Тек қана дастарханымыз жақсылыққа жайыла берсін. Болмейді. Ассалаумағалейкум. Бауырман ағайындар, қалайсыздар? Мәке, құдақласам, негізі бұл осы жиынның басталуына әлекеңдерден басталған. Мынау ұядан қараған сәуесінде әр жылы 9 майда бабаларымыздан да соғыстан қайтпаған бабаларымызды еске алып, осы кіндік қанымыз, бабаларымыздың кіндік қаны тамған жер ұядағы сәуесінде сол жерге апарып кезекпен өткізеді. Bir кезек осыдан алдыңғы жылы Келекідегі ағайындар біз өткіземіз деп ұяға барды. Сол жерде әлекеңде біз рұқсат сұрадық, кеңес алдық. Осы Таразға бардық, Алматыға бардық, осы бауырларды да осы ұяға шақырайық та, біздің дастарханымызда болсын. Сіздердің дастарханыңызда кішкене қолдау білдірейік, жетпей жатса жеткізейік. Осы жерде ұядағылар дегенде әлекең айтты, жоқ, сен дастарханға шақыр, бірақ дастарханның егесі біздіңіздер. Сөйтіп, алдыңғы жылғы ұяда өткен жиынның асқазанның дастарханның егесі, құрбандық шалған малдың егесі әлекеңдер, Шеннайкіден ағайындар. Ол кісілерге бір рахмет айтпайық. Одан кейін қуаныш ағамыз осындай бір әдемі жиынды көріп, келесі ауыл, келесі жиын біздің ауылда өтсін деп өткен жылы 5 майда Мұхтар Ұстағып ағайындарды өткізді. Соған қарап, жол түзеп, ой түзеп, Мұхтар ағамыз біз де бір ауыл елміз. Ары бері өткендерде сәрежіндегі жазып оқиды, бірақ сәрежінде қанша тұратын біліп жүрсін деп, осы кіндік қаны тамған бұл жерде біразының бұл ел ағаларын. Біздің ауылда көрсеткен бұл жерге ел шақыратын, ағайын шақыратын жайы бар. Бұдан кейінгі міне әр өзі бабаларымыз, аталарымыздың жүрген жолымен мынау жаңа талаптағы ағайындар келесі ұсыныс беріп жатыр. Негізі 3 ауыл ұяда өткізіп жүрген. Шеннайкідегі Келесабайдағы ұядағы еді. Бұған тағы қосылып жатыр. Оңтүстік өңіріндегі бұл жағдай. Енді біз негізі келесі кезек біздікені қойдық, ұядағылар деп келгенде жаңа талап ағайындар еліне бұрды. Келесі жиын сол жақтан отыр. Одан кейін жиынды Құда қаласа шын ұядағылар дастархан жаяды деп ойлаймын. Көргеніме қуаныштымын. Осындай бауырмалдық адам көрген сайын бір-бірін көргенде көзіне қарап мейір артады дейді ғой мына. Бауырларымызды көрген сайын біз өзімізге жақындап келеді. Мына Арыстан ағам әдемі айтып жатыр. Бұл елдің басы бір бөлім емес. Бір өзің руыңды білсең, қызбен танысқанда бірінші қолын ұстағанда руын сұра дейді қазақ. Басқа жерде емес, сен креслода отырғанда емес, қызбен танысқанда сұра дейді. Қарындасың болып шықпасын. Сол үшін. Рахмет баршаңызға. Ал қымбатты ағалар, туыс бауырлар, енді сіздерге арнайы осы бір ауыз микрофон ұстап, тілгімді ұстаған
мен де осы ауыл тумасымын, мен де салисімін. Салисінің ішінде атақты Бекмырза деген ақсақал болған. Сол шалдың қалта деген кішкенелдің баласымын. Енді былайша айтқанда қазір бізде елдің баласы болдық. Жаңа Арекең айтып жатыр ғой, магистратура деп жатыр. Құдай қаласа Арекең магистратураны бітіріп, докторантурасын ала беріңіз. Менің жолым берсін, мен доктор PhD-мін. Құдай қаласа артынан еріп келе беріңіз. Құдай қаласа жақсы болайық. Иә, баршаларыңызға рахмет.